Қайырлы күн достар, бүгін осындай жұмсақ үлпілдек болып шығатын бауырсақтың рецептісімен бөлісетін боламын. Ең алдымен видеоны соңына дейін көріп, лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Таза ыдысымызға жылы суымызды құямыз. Оның үстінен қант, тұз және майонез, ашытқы салып, жақсылап араластыратын боламыз. Описание бөліміне қалдырдым. Сол жерден көрсеңіздер болады. Бізге жақсылап араластырғаннан кейін алдын ала електен өткізілген ұнымызды қосамыз. Осылай қасықпен салып отырамыз. Жаймен осылай қасықпен салып араластырып аламыз. Қасық сұйық май қосып, біздің жұмсақ қамырымызды илеп алатын боламыз. Сұйық май қосқасын біздің қамырымыз қолға жабыспайтын болып шығады. Осылай жақсылап илеп аламыз. Қамырымыз дайын болғаннан кейін оның бетіне пленка жауып, үстінен майлық жауып, жылы жерге қойып қоямыз. Біздің қамырымыз 1-2 сағатта жақсы болып көтеріледі. Мінекей менің қамырым 1 сағатта осындай болып көтерілді. Енді бауырсақтарымызды пісіре берсек болады. Қолымызға жабыспас үшін осылай астына ұнды септім. Осылай қамырымызды жайып алатын боламыз. Қамырымыздың қалыңдығы 5 мм болу керек. Оқтаумен жайып, стаканның көмегімен осылай дөңгелек етіп кесіп алдым. Стакан кішкентай болғандықтан көлемі үлкен кружкамен кесуді жөн көрдім. Осылай кружкамен кесіп шықтым барлығын. Қамырдан қалған бөлікті осылай қолымызбен жинап алып, оны бір шетке алып қоямыз, бауырсақ пісіретін боламыз. Енді бауырсақтарымызды қызып тұрған майда осылай салып, астыңғы беті қызарған кезде екінші бетіне аударып, осылай бауырсағымызды пісіріп алатын боламыз. Осымен бауырсақтарымызды пісіріп болдық. Мінекей біздің бауырсақтарымыз дайын. Өте жұмсақ және де үлпілдек болып шықты. Ортасы воздушный болды. Мінекей барлықтарыңызға ас болсын. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет.